және де ол бет арқылы көптеген микробтар осы жарақатты не істеп жүруі мүмкін? Не істеп жүруі мүмкін? Асқындырып жүруі мүмкін, иә? Өте күрделі көп, кәдімгідей түрлі ауруға шалдығуы да мүмкін, иә? Сондықтан да жаңа бейнеролик көрсеткендей, біздің ғалымдар биотехнологияның дамуының арқасында осындай бетті ойлап тапты, иә? Яғни ол бет емес, дәрі ойлап тапты, иә? Ол қандай тері екен? Биотехнология ғалымдарының ашылуы бойынша жасалынған тері екен, иә? Теріні біз жарайға жабыстырамыз, ол тері уақыт өте келе өзі жаңа тері шыққанша ол өзі емдейді екен, иә? Сосын ол тері өзі түсіп қалады екен. Бірақ астында өзінің жаңа терілердің бар, иә? Егер бет болса, ол теріге жабысып қалып, жаңағыдай жарақатқа өте кері әсерін тигізеді екен, иә? Жалпы, біздің сабағымыз бүгін биотехнологияға байланысты, иә? Бүгін бәріміз деп айтамыз, дәші. Биотехнология өте қызық тақырып қой, иә? Біз мысалы сол арқылы көптеген жаңа ақпарат, жаңалықтар ашып жатырмыз, иә? Оның көптеген бізге тиімділігі бар, иә? Мысалы, жаңа біз айтып жатыр қой, аз уақыттың ішінде біз жараны емдеп алуымыз мүмкін, иә? Сол сияқты көптеген плюстары бар және минустары бар. Солай ма? Онда біз бүгін биотехнологияны жақтаушы топ боламыз. Бірінші топ әділбектің тобы, екінші топ даттаушы топ. Бізге биотехнология өте зияны бар. Себебі біздің жаңа өздерің ойлауды қоспай керек, себебі бұл дұрыс емес, бізге қандай зияны келіп жатыр деген секілді. Үшінші топ бізде не істейміз? Бақылаушы боламыз ба? Азбыз ғой, иә? Бақылаушы боламыз. Қай топқа сендер өз ойларын қосасыңдар, және де қайсысы дұрыс емес деген сияқты бақылап отырамыз, жақсы ма? Біз топты болғанда балалар кетеміз, бәріміз қолымызды алақанымызды былай ұрамыз да, сосын дайын топ бірінші еткенде сол адам сол топ жауап беретін болады, иә ма? Алдарыңа ақпараттар оқып, осы арқылы өзіңе керек ақпаратты жазып